Сұрақ беріледі. Бейсен және болмыс кітабынан алынған. Азиза есімді журналистің мынандай естелігі бар екен. Бейсен аға мені айтуға оңайға жұмысқа шақырды. Ол кезде туған жерім Арқалықта жүреді. Арқалық қай жер? Солтүстікте, Петропавл жақта. Петропавл бұның Арқалық деп айтқан ғой. Хабарды естіген соң Алматыға қарай ұштым. Ұшақтан түсіп әуежайға кірсем, Бейсен аға күтіп тұр. Өзім сасып қалдым. Иә деп. Бұндайды күтпеп едім, сіздің жұмысыңыз көп шығар. Босқа өрелеп уақытыңызды алмадым ба деп сұрадым. Бүгін жоспарлаған ең маңызды адамым сенсің. Мен үшін әрбір кадр құнды, әр жол жөнекей саған жұмыстың барысын түсіндіруді жөн санадым деді. Бейсен ағаның осындай қарапайым қасиеті мен жай ғана студент санамай уақыт бөліп, әуежайдан күтіп алуы шабыт сыйлады. Бейсеннің өзі айтуға оңайдың түсірілімі 5-10 минуттан кешіккен сайын адамның алтын уақытын алмаңдар. Ол ең үлкен қылмыс осы. Сыртта жүрген соң сендерге білінбейтін шығар. Ал мен мотор кешіккен сайын студия ортасында қонақтар мен кейіпкерлерге қарап, өзімді қылмыскер сезінемін дейді екен. Белгіленген уақыттан кешігіп барсаң, демек ол нәрсе сен үшін маңызды емес деген сөз шәкірттердің арасында афоризмге айналып үлгерді дейді. Сұрақ, ең үлкен қылмыс осы дегенде, яғни қылмыс деген сөз негізгі мына жердегі сөзден басқа сөз ретінде беріліп тұр. Сендер сол жерде қандай сөз болуы мүмкін, соны табасыңдар. Ең үлкен... Иә. Мен өзім сол сөз табасыңдар. Адамның алтын уақытын алмаңдар. Ол ең үлкен ұрлық осы.